Саған керек болса бүгін мені күшті демалып қайттың ғой. Енді мен қазір үйіме баруым керек қайтсам да, әйтпесе үйіме келмегелі 2 апта болып кетті ғой. 2 аптаның ішінде қазір менің үйім ішінде көптеген шаңдар басып кеткен шығар. Сондықтан мен қазір тезірек үйіме барайын да үйімді жинастыруым керекпін. Әйтпесе шынымен де үйім бәрі ластанып кеткен сияқты. Сондықтан қазір мен осы көлікпен тезірек үйіме барайын. Болмаса Чоп мені күтіп қалған шығар. Чоп үйде 2 аптаға қалдырып едім. Ол 2 аптаның ішінде мен сағынып қалған шығар. Осында көлігімді қояйын да енді қазір үйіме тезірек барайын. Базар жоқ, үйіме келмегелі көп болып кетті ғой. Менің үйім есігі ашық тұр ма? 2 аптаның ішінде біреу кіріп кеткен ба үйім ішіне? Бірақ мен жауған сияқты едім. Жарайды, енді қазір үйіме кірейін. Мәссаған енді тезірек үйіме кірейін. Үйімнің ішінде біреулер кіріп кеткен бе екен? Қазір көрмесем, әйтпесе шынымен де менің үйіме біреу кірген сияқты. Себебі есік ана жақта ашық тұр. Так, мына жақта бәрі орнында тұр, бірақ шынымен де ештеңе білінбеген сияқты. Сонда ана есікті кім ашып кеткен екен? Қазір сол жаққа барып мен көрейін. Ол жерде ашқаны кім екен? Базар жоқ, ана жерде есікті ашып қалдырып кеткен. Шынымен де, бірақ мен ол есікті ашпаған сияқты едім. Енді қазір мына жақты көрейін. Мына жақта мүмкін Чоп бар шығар. Қазір енді Чопты көрмесем, әйтпесе Чопты біреу алып кеткен сияқты. Себебі Чоп көрінбейді ғой. Ема шынымен де Чоп жоқ қой деймін. Бірақ Чопты мен осының тамағында толтырып кетедім, бірақ тамағына тиіспеген екен ғой. Сонда ол қайда кетіп қалған екен Чоп? 2 аптаның ішінде шынымен де басқа алысқа кетіп қалмаса болды ғой. Бірақ енді шынымен де мен үйімді өте сағынып қалдым. Ема үйіме келмегелі 2 апта болып кетті ғой. 2 аптаның ішінде шынымен де мен үйіме келіп алдым. Енді қазір шомылмасам, так енді мен бассейнге шомылмасам, так бассейннің ішінде не бар екен? Ема мына жері су өте күшті екен. Ема достар, мынау немене? Мәссаған, мынау шынымен де менің бассейнім ішінде бункердің есігі тұр ма? Базар жоқ, мынаның ішінде шынымен де біреу салып кеткен ғой мынаны. Түсінсем бермасын, сонда менің үйіме біреу келіп мына жаққа бункердің есігін салып кеткен ба? Сонда мына есіктің ішінде бір нәрсе бар сияқты ғой деймін. Бірақ оны ашу үшін маған мынаны ашып көрейін, мүмкін былай аша алады шығар. Қазір көретін боламын, бұл есікті ашуға бола ма, әлде ашуға болмай ма екен? Мәссаған, базар жоқ, мынаны соғып отырмын, бірақ ашылмайды. Мына шынымен де ауыр екен, бірақ бұл есікті қалай ашса болады екен? Мына есікті сонда біреу менің үйіме келіп салып кеткен ғой. Сонда осында біреу өзінің үйін салған ба? Түсінбей жатырмын. Ема менің Чопымды біреу алып кеткен сияқты, себебі Чоп көрінбейді ғой. Енді не істеп отыр екен? Мына есіктің ішін ашып жүрек, қайтсем де болмаса бұл менің үйім ғой. Менің үйіме біреу мынандай есік салып кеткен. Қазір осы есікті мен шынымен де былай соғып көрейін, мүмкін сындыра алады шығар. Қазір мен болмаса мына есікті қазір тесіп көрейін, мүмкін тесілетін шығар. Қазір мен өз заттарымды әкеліп мына есікті ашып көрейін, мүмкін ашсам ішінде құпия заттар бар шығар. Мәссаған, мен мынаны әлі тесіп жатырмын, бірақ бұның есіктің ашылатын түрі жоқ. Ема мына есікті кәдімгідей күшті қылып салып қойған ғой. Себебі қанша тессем де мына есік ашылмайды. Мына есік шынымен де бункердің есігі сияқты. Себебі қанша соқсам да ашылмайды екен. Бұл есікті сонда қалай ашса болады екен? Сонда мына есікті кім салып кеткен? Менің үйімде 2 апта болмап еді, соның ішінде біреу салып кеткен сияқты ғой деймін. Мәссаған, шаршап кеттім ғой нан жасайын деп. Қазір мен шынымен де мына есікті ашуым керек, қайтпесе болмаса бұл менің үйім ғой. Менің үйіме біреу осында есік салып кеткен. Мына жер бассейнге шомылу өте қиын болады осы есікті алып тастамасам. Сондықтан қазір мен есікті шынымен де тезірек алып тастаймын. Ол үшін қазір бар күшімді қосып осы есікті тесіп көрейін. Мәссаған, мына есік сонда да ашылмайды екен. Қазір мен ондай болса мына есікті қару-жарақпен ашып көретін шығармын. Егер мына құрылғымен ашылмайтын болса, мен шынымен де есікті қару-жарақпен ашып көретін боламын. Так, енді мен мына құрылғымен ашып көрдім, бірақ құрылғы шынымен де есікті аша алмайды екен. Сондықтан мен қазір өз қаруларымды қолданып мына есікті ашып көрейін. Мүмкін сол кезде мен мына есікті аша алатын шығармын. Қазір мен өзімнің ең мықты автоматтарымды алайын да есікті ашып көрейін. Так, мына жақта тұрып атып көрейін, мүмкін ашылады шығар. Қазір атып көреміз мына есікті. Мәссаған, мына есіктің де бронясы өте мықты екен. Себебі бұл қанша атсам да мынау есік сынбай жатыр. Ема мына жерде тек қана андай дақтар қалып жатыр, бірақ бұл есікті ешқандай әсер тигізбей жатыр. Мүмкін мен есікті одан мықты қару-жарақпен атсам ашатын шығар. Қазір мен осы гранатометпен атып көрейін. Мәссаған, мына есікті мынаумен атып көрдім, бірақ сонда да ашылмай жатыр екен. Ондай болса мен қазір мына ең мықты қару-жарағымды қолданып көрейін. Мына қару-жарақ ең мықты лазерный пушка. Осы пушкамен шынымен де мен қазір мына есікті аша аламын деп ойлаймын. Себебі мынаумен ашпайтын болсам, басқа ешқандай қару-жарақпен аша алмаймын ғой. Сондықтан қазір мен өз күшімді қосып мына лазермен атып көретін боламын. Мәссаған, мына есік ашылмай жатыр ғой. Ема мына жерде қаншама күш қолданып, бірақ мына есік шынымен де ең мықты есік сияқты. Себебі мына лазермен қанша атсам да ашпайды. Ема мына есік шынымен де бір мықты адам жасаған сияқты. Себебі мына есікті кәдімгідей ешқандай қару-жарақ алмайды. Сондықтан мына есікті енді білмеймін қалай ашатынын. Базар жоқ, енді мына есікті бір нәрсе істеу керек, әйтпесе болмайды. Мына жерден бір өзімнің заттарымды іздесем бе екен, қазір көретін боламыз. Менің үйіме тиіспе. Мәссаған, мынау кім? Базар жоқ, мына миньон ба? Я, мен миньонмын. Сен менің үйімді үшін бұзып жатсың. Базар жоқ, мынау сенің үйің ба сонда? Менің үйіме не үшін үй салып тастағансың, соны түсінбедім. Өтірік алдама, бұл менің үйім. Мына жерде көрмедің ба? Менің осы жерге бункер салып қойғам. Сен не менің үйіме келіп аласың? Мәссаған, мына менің үйім дей ма? Базар жоқ, бұл менің үйім ғой. Заттарым бәрі менікі ғой. Базар жоқ, сонда сен мына үй сенің үйің деп ойлап жүрсің бе не? Өтірік алдама, мен мында келген кезде ешкім тұрған жоқ. Сондықтан мен осы жерге бункер салып қойғам. Базар жоқ, мен шынымен де 2 аптаның ішінде демалысқа кетіп қалған кезде мынау менің үйіме келіп
бункер салып кеткен ба? Менен бұл менің үйім, саған суреттер көрсете ма? Жүр, мен саған қазір өзімнің үйдің иесі екенін дәлелдеп көрсететін боламын. Қара, менен бұл заттар бәрі менікі, көрдің ба? Мына суретті көрсетсем, мына суретте ішінде мен тұрмын. Мәссаған, мына шынымен де сенің үйің ба сонда? Айттым ғой саған, сен маған сенбей жатсың, базар жоқ. Енді мына үйіңді алып кетесің ба, не істейсің енді? Мәссаған, мынау сенің үйің екенін білмедім. Ондай болса мен қазір көшіп кетемін. Шынымен де мынау сенің үйің болатын болса, мен сенімен тұра алмаймын ғой. Сондықтан қазір мен өз заттарымды алып кете берейін. Сен мында бункерім қала берсін. Мәссаған, сонда мына бункерді қалдырып кетесің ғой сонда? Иә, бұл бункердің ішінде көптеген заттар бар, бірақ бұл маған керек емес. Базар жоқ, сонда мына бункердің ішінде өте қымбат заттар бар ма не? Иә, өте көптеген ақшалар бар, машиналар бар. Сол машиналарды осында қалдырып кететін боламын. Базар жоқ, сонда мынаның ішінде көптеген қымбат заттар бар дейсің. Онда болса маған берсең, мен осының ішіне кіріп өзімнің ақшаларымның бәрін алып алайын. Жоқ, мен саған ол заттарды бере алмаймын. Себебі ол заттар менікі ғой, мен саған не үшін беремін? Мәссаған, бұл менің үйім ғой, менің үйіме сен өзің бункер салып қойғансың. Енді бұл заттар да менікі болып саналады ғой. Жарайды, ондай болса мен саған заттарды берейін, бірақ ол бункерге кіру үшін сен менің 3 тапсырмамды орындайтын боласың. Мәссаған, сонда мен осы бункердің ішіне кіру үшін 3 тапсырманы орындаймын ба не? Иә, дәл солай. Сондықтан давай мен саған қазір 3 тапсырманы беремін. Сол 3 тапсырманы орындап сен менің бункеріме кіре аласың. Жарайды, не болса айт, қандай тапсырмалар бар оның ішінде? Шынымен де қиын тапсырма болатын болса, маған орындау өте қиындыққа тудыратын сияқты. Жарайды, не болса мен саған 3 тапсырманың бәрін айтатын боламын. Бірінші тапсырмада сен банкден алтын ұрлайтын боласың. Банктың ішінде өте көп алтындар бар, сол маған керек болып тұр. Ал екінші тапсырма болатын болса, сен халықтың ең мықты көлігін ұрлап әкетуің керексің. Ал үшінші тапсырма болатын болса, сен менің досымды түрмеден құтқаруың керексің. Ол осы жақта Лос-Сантостағы түрмеде орналасқан. Мәссаған, ема сенің тапсырмаң өте қиын ғой. Банкты тонау дейсің, сөйтіп халықтың көлігін. Өте қиын тапсырма бұлар. Оларды орындау өте қиын ғой, мәссаған. Енді сен бункерге кіргің ме? Егер кіргің келетін болса, осы тапсырманы орындайсың, болмаса кірмейсің. Жарайды, не болса мен сенің бүкіл тапсырмаңның бәрін орындайтын боламын. Ондай болса мен қазір шынымен де өз көлігіме отырып сенің алтындарыңды әкелемін, ондай болса банктен. Иә, әкел банктен. Оның ішінде көптеген алтындар бар, сол алтындарды маған бер. Жарайды, не болса мен қазір шынымен де өз көлігіме отырып мына банктегі алтындар тонау керек дей ма? Жарайды, не болса қазір мен шынымен де банктегі алтындардың бәрін тонап кетейін. Әйтпесе мына бункерге мені кіргізбейтін сияқты. Сондықтан мен қазір тезірек кетіп қалайын. Жарайды, мен сені осында күтемін, жақсы ма? Егер алтындардың бәрін әкелетін болсаң, мен саған келесі тапсырманы беретін боламын. Жарайды, не болса мен кеттім, шынымен де мына алтындардың бәрін ұрлап әкетейін. Мәссаған, мына тапсырмалар шынымен де өте қиын екен ғой. Ана жерде алтынды тонау керек дей ма? Алтынды тонау өте қиынға соғады сияқты. Себебі ана жерде полициялар өте мықты ғой. Мені ұстап алуы мүмкін. Сондықтан мен қазір тезірек өз қару-жарақтарымды алып банктегі алтындардың бәрін тонауым керекпін. Бірақ ол үшін мен қазір тезірек банкке баруым керекпін. Қазір ондай болатын болса, мен шынымен де банкты тонауым керекпін. Банктың ішіндегі алтындарын бәрін ұрлап әкетуім керекпін. Ондай болса, шынымен де егер банктегі алтындарды бәрін әкелмейтін болсаң, анау бункердің ішіне кіргізбейтін сияқты. Сондықтан қазір мен тезірек мынаның ішіне кіріп алтындардың бәрін тонап кетуім керекпін. Ол үшін мен қазір өзіме ең мықты қару-жарақтан бәрін алуым керек сияқты. Себебі ананың ішіне өте көптеген охранниктер бар сияқты. Сол охранниктердің бәрін осы қару-жарақпен қазір бәрін атып тастайтын боламын. Сондықтан қазір мынаның ішіне кіріп алтындардың бәрін тонайтын боламын. Так, енді мынаның ішіне охранниктер бар ма екен? Мына ішінде охранниктер бар екен. Қазір басын жарып жүретін болса, атып жүреміз. Міне ішіне охранниктардың бәрін көзін құрттым. Мына ішіне тағы бар ма екен? Қазір көретін боламыз. Мәссаған, мынаның ішіне охранниктер өте көп екен ғой. Анау банктың бастығы ғой дейме? Ондай болса, қазір мен осы банктың бастығымен ішіндегі сейфті ашатын боламын. Бірақ одан бұрын мен қазір мына охранниктен көзден құртуым керек. Мәссаған, базар жоқ. Қазір мына охранниктен бәрін көзін құртатын боламын. Мына жерде бір охранник болып тұр. Болды ғой дейме? Осы жерде охранниктен бәрін көзін құрттым. Енді шынымен де мына жерде ешкім қалмады ғой дейме? Қазір мына банктың бастығын ұстап алатын боламын. Сен кімсің? Сен менің банкыма не үшін кіріп алдың? Қолын көтер, болмаса қазір сені атпасайтын боламын. Давай, мына ішінде сейфті маған көрсет. Егер сейфтің ішіндегі алтындардың бәрін әкеліп беретін болсаң, мен сені атпайтын боламын. Мәссаған, жарайды, атпа. Ондай болса мен саған қазір алтындардың бәрін беретін боламын. Бол тезірек, қазір мен шынымен де мына банктың бәрін тонайтын боламын. Мына ішінде шынымен де банктың ішіне кіріп кеттім ғой. Енді қазір мен осының ішінде алтындардың бәрін алатын боламын. Ана жерде сейф тұр екен ғой, осы сейфті ашып ішіндегі алтындарды алуым керекпін. Бірақ оны ашу үшін маған мына жерде код жазу керек сияқты ғой дейме? Қазір мына банктың бастығы код жазатын сияқты. Так, міне кодты жазды. Енді мен мынаның ішіне кіре берсем болады. Себебі мынау банкты ашып тастады ғой. Енді қазір мынаның ішіне кіретін боламын. Бұның ішінде алтын да бар ма екен? Мынаның ішінде алтындар өте көп екен ғой. Қазір мен осы алтындардың бәрін өз кейсіме салып қояйын. Так, міне мен алтындардың бәрін салып алдым. Енді осымен шыға берсем болады. Мынаның ішінде өте көп алтындар бар екен ғой. Қазір мен осы алтындардың бәрін беріп бункерді ашатын боламын. Сондықтан мен қазір тезірек кетіп қалайын. Мына жерде қазір полиция шақыруы мүмкін. Сондықтан мен қазір бар күшімді қосып мына алтындармен кетіп қалуым керекпін. Болмаса қазір полиция ұстап
ұстап алатын болса мені шынымен де түрмеге салып қояды ғой. Сондықтан қазір тезірек мына жерден кетіп қалайын. Так, енді мен тезірек кетіп қалуым керек. Мына жерде полицияның бәрін шақырды ғой деймін. Ема, мен шынымен кетіп қалуым керек. Мына жерде полицияның бәрін шақырған сияқты ғой деймін. Охранник, ема, мына жерде өте көп полиция бар екен ғой. Ема, мен мыналар ұстап алды ғой. Давай қолың көтер, болмаса сені атып тастайтын боламыз. Алтындардың бәрін қайтар. Қазір мен ешқандай алтындар қайтармайтын боламын. Қазір кетіп қалатын боламын. Мәссаған, мына ішінде өте көп полиция бар екен ғой. Қазір мен шынымен тез кетіп қалуым керекпін. Мәссаған, мыналар мені көліктен құлап түсті ғой. Қазір мен шынымен де өз көлігіме барып мен кетіп қалуым керек. Болмаса мына полициялар мені ұстап алса қазір түрмеге салып қояды ғой. Ема, мыналар өте мықты екен ғой. Қазір мен бар күшімді қосып мыналардан кетіп қалуым керек. Мына жерде вертолетте жүр ме? Мәссаған, мыналар шынымен де өте көп қой. Қазір мен тезірек мыналардан тығылып қалуым керек. Болмаса мыналар мені ұстап алатын болса, менің алтындарымды бәрін тартып алады ғой. Сол кезде мен ешқандай да бункерге кіре алмайтын боламын. Сондықтан қазір мына жерде бар күшімді қосып бір жерге тығылып қалмасам, болмаса мыналар мені ұстап алайын деп тұр ғой деймін. Қазір менің бар күшімді қосып мына жақтан кетіп қалайын. Ема, мына жерде жүру өте қиын екен ғой. Мына жер полициялар мында өте мықты екен. Қазір енді мына жерге тығылып қалайын. Мына жерде бір тығылып қалатын жер бар ма екен? Егер бар болатын болса, мына полициялар мені ұстап алмайтын болады. Қазір мына жаққа барып тығылып қалайын. Мына жерде полициялар мені көрмейтін сияқты, себебі мына жақта машиналар өте аз екен. Қазір мен осы жақта тығылып қалайын. Мәссаған, мен шынымен де полиция жоғалтып алды ғой деймін. Енді мен қазір осы жерде ақырындап шыға берсем болады. Болмаса қазір полициялар мені тағы да ұстап алуы мүмкін ғой. Қазір мына жақтан былай өтейін, полициялар жоқ екен. Так, ешкім жоқ екен. Ема, мен шынымен де полициялардан өтіп кеттім ғой. Базар жоқ. Енді мен қазір мына жерде бар күшімді қосып енді осы алтындардың бәрін үйіме апарайын. Болмаса ана миньон мені күтіп қалған шығар. Егер миньон шынымен де алтындар әкелмесем, ол мені бункерге кіргізбейді ғой. Сондықтан қазір тезірек барып өз үйіме алтындардың бәрін апарайын. Міне мен өз үйіме де келіп қалдым. Енді қазір осы алтындардың бәрін миньонға беретін боламын. Ема, менің көлігім бәрі бітіп шығып кетті ғой. Енді мына көлікпен жүру өте қиын болады сияқты. Бірақ енді мен қалай да болмасын мына алтынды әкелдім. Енді қазір алтын бәрін миньонға беретін боламын. Мәссаған, сен алтындар бәрін әкелдің бе не? Иә, мен алтындардың бәрін әкелдім. Мәссаған, сен мықты екенсің ғой. Сен полиция ұстап алмадың ба? Жоқ, мен ұстап алмадым, себебі алтындардың бәрін әкелдім. Франклин, жарайсың, ондай болса давай маған алтындардың бәрін бер. Сол кезде сен бірінші тапсырманы орындадың деп санаймын. Жарайды болса, қазір мен өз кейсімді саған берейін. Жарайтын болса, мен қазір мына кейсті алатын боламын. Так, міне алтындардың бәрін бердім. Енді екінші тапсырма орындайын ба? Иә, дәл солай. Енді сен халықтың ең мықты көлігін алу керексің. Бірақ ол үшін сен халықты тауып ал. Халық осы Лос-Сантоста болу керек. Мәссаған, жарайды болса, мен қазір шынымен де халықтың көлігін ұрлап әкетемін. Ондай болса, қазір ол халықты мына жақта тұрады деймін. Ондай болса, оны шынымен тезірек тауып алуым керекпін мен. Жарайды болса, мен қазір шынымен де халықтың көлігін тауып алайын. Бірақ ол халық қайда екен? Осы жақта тұрады ма екен ол? Егер осы жақта тұратын болса, шынымен де оны ұстау қиын болады сияқты, себебі халық өте мықты ғой. Оның қандай көліктері бар екен? Егер көліктері күшті болатын болса, шынымен де алып алу керек. Мәссаған, енді халықтың көлігін қайдан тапсап отыр екен? Халық осы жақта жүр ме екен? Мәссаған, мына халық па? Ема, мына шынымен де халық қой. Халық қайда кетіп жатыр? Мынау халықтың көлігі ме? Базар жоқ, мына көлік шынымен де өте мықты екен ғой. Енді мен қазір осы көлікті миньонға апарып беруім керекпін. Болмаса мына көлікпен шынымен де мына халық машинаның бәрін бұзып жатыр ғой. Базар жоқ, халық мына жаққа келіпті ғой. Мына жерде магазин бар еді. Осы магазинге келу үшін мында келген сияқты, себебі мына халық кәдімгідей қаланың бәрін мыжсап мына магазинге келу үшін осыны тоқтаған сияқты. Енді қазір мен мына көлігімді тартып алуым керек ме? Әйтпесе мына көлікті кәдімгідей мыжсапты ғой. Жоқ, мына халық өз көлігін мында келіп өзі магазинге кетіп жатқан сияқты шынымен де. Ема, мына шынымен де өз көлігін мында қалдырып кетті ғой. Енді мен қазір мына көлікті ешкім қарамай тұрған кезде алып кетейін. Қазір мен халық қарамай тұр ма? Қарамай тұр ғой деймін. Ондай болса шынымен де қазір көлікке мініп кетіп қалайын. Әйтпесе мына халық қазір мені артынан келуі мүмкін. Қазір енді халық қарамай тұрған кезде мына көлікпен кетіп қалайын. Болмаса мына көлікті қазір халық өзіне тартып алуы мүмкін ғой. Ема, мына көлік не дегенде? Бері келе, менің көлігімді сен бе тартып алған? Ема, мынау қайттан келді ғой? Бері келе, қазір сені айырып тастайтын боламын. Сен менің көлігімді не үшін алып кеттің? Бұл менің ең мықты көлігім еді. Қазір сені мына көлігіңді тартып аламын да мыжсыптаймын. Ема, мына менің артынан келе жатыр. Тезірек кетіп қалуым керек. Болмаса мына халық шынымен де мықты ғой. Мені қазір ұрып тастауы мүмкін. Сондықтан тезірек кетіп қалуым керек. Мына көлікпен, ема, мына көлік не деген мықты? Базар жоқ, мына көлікпен мен кәдімгідей бүкіл машинаның бәрін мыжсаймын ғой. Так, енді мен үйіме келіп қалған сияқтымын, себебі мына жақтан бәрін келдім. Артынан халық келді, бірақ оны халықты тастап кеттім. Енді мен мына көлікті тезірек миньонға берейін. Болмаса қазір халық мені көріп қоятын болса, мені ұрып тастайды ғой. Сондықтан қазір мына миньонға тезірек апарып тастаймын. Так, миньонға жері мына жерде тұр екен ғой. Мәссаған, сен халықтан көлік тартып алдың ба не? Ема, сен тартып алды деп ойламаппын. Базар жоқ, мына көлік шынымен де өте мықты екен ғой. Мына халықтың шынымен де күші бар сияқты мына көлікте. Иә, мына көлік өте мықты, бірақ бағана мен бұл көлікті халықтан тартып алдым. Енді халық мына көлікті іздеп жатқан сияқты. Енді шынымен де мына көлікті аласың ба сен? Иә, осы көлікті аламын. Осы көлік халықтың ең мықты көлігі ғой. Енді мен осы көлікпен мына қаладан ең мықтысы болатын боламын. Базар жоқ, сен осы екінші тапсырма орындайды деп ойламаппын. Ондай болатын болса, давай үшінші тапсырма орында. Үшінші тапсырмада түрмеде менің досым бар. Егер сол досымды құтқаратын болсаң, мен саған мына бункерді қалдырып кетемін. Бункердің ішінде өте көптеген ақша бар. Соның бәрін өзіңе қолдана берсең болады. Ал мен босап қазір осы жерде күтетін боламын. Менің досымды әкел, жарай ма?
егер орындамайтын болсаң мен саған бункерді бермейтін боламын, сол кезде сен осы жерде қалатын боласың. Жарайды достар, мен қазір шынымен де 3-ші тапсырманы орындаймын, қайтсем де. Әйтпесе мына 2-ші тапсырманы бәрін орындадым ғой, енді қазір 3-ші тапсырманы қайтсем де орындамам керекпін. Жарайды достар, мен тезірек қазір сенің 3-ші тапсырманы орындапсам керекпін. Әйтпесе мына 3-ші тапсырманы орындамайтын болсаң маған бункер бермеймін деп тұр ғой. Сондықтан қазір мен тезірек бір көлікке отырып мына 3-ші тапсырманы орындам керекпін. Бірақ ол 3-ші тапсырма өте қиын болатын сияқты, себебі мен түрмедегі миньонның досын құтқару керекпін. Ол түрмедегі досын құтқару өте қиын болатын сияқты, себебі ана жақта өте көптеген военныйлар бар ғой, олар мені атпастауы мүмкін. Сондықтан мен қазір өзіме өте күшті қару-жарақтан бәрін алып алуым керекпін. Мәссаған, мен түрме келіп қалған сияқтымын, себебі осы Лос-Сантостың шет жағында түрме болады деп еді. Иә, осы жақта шынымен түрме бар екен. Енді мен қазір осы түрменің ішіне кіріп миньонның досын құтқару керекпін. Бірақ досы қайда екен? Осы жақтан ба екен? Сен кімсің, деген полицейскісің ба не? Иә, полицейскім, давай есікті аш. Мәссаған, мен кіріп кеттім оның ішіне. Енді мен тезірек кетіп қалуым керекпін. Болмаса қазір мені ұстап алса, мына жақта мені атпастауы мүмкін ғой. Сондықтан қазір тезірек мынаның ішіне кіргім керекпін. Мені қазір ұстамаса болды ғой. Мәссаған, мен біліп қойдым әне. Енді қазір тезірек миньон досын тауып алуым керекпін. Болмаса қазір полициялар менің артымнан келуі мүмкін ғой. Мәссаған, енді миньон досын тауып алуым керекпін. Болмаса мына жер полицейский мені ұстап алды ғой. Сен ба Франклин деген? Иә, мен, сен миньон досысың ба? Иә, мен миньон досымын, давай тезірек кетіп қалайық мына түрмеден. Мәссаған, миньон досы мынау ма екен не? Базар жоқ, мына түрмеден қашып келген ғой өзі. Ондай болса мен қазір тезірек кетіп қалуым керекпін. Ол полиция атпаса мүмкін ғой. Тоқта, сен түрмеге не үшін келдің? Қасында адамды шығар, болмаса сені атпастайтын боламын. Жоқ, мен шығармаймын, мен кеттім. Базар жоқ, мына жер өте көп қой, мыналар қазір тезірек кетіп қалуым керекпін. Мәссаған, мына полициялар менің артымнан келе жатыр ма? Тезірек кетіп қалуым керекпін. Қазір мені ұстап алса, мына жақта мені атпастауы мүмкін. Сондықтан тезірек кетіп қалайын. Мәссаған, мыналар қаншама адамдар? Мәссаған, мына жерде өте көп полицейский бар. Мына жерден полицейскийге бара алмайтын жаққа тезірек кетіп қалуым керекпін. Әйтпесе мына машиналар менің артымнан қалмайтын сияқты. Сондықтан мына тау жаққа кетіп қалу сияқты ғой деймін. Мәссаған, мына жерде тығылып қалдым, бірақ мен ешкім әлі тапқан жоқ. Мына жаққа кетіп қалды ғой деймін. Базар жоқ, мына полицейскийдің бәрі кетіп қалған сияқты. Себебі мына ағаштың арасын тығылып қалып едім. Енді мен таба алмай қалды ғой. Енді қайтсем де мына жақтан кетіп қалуым керек. Болмаса қазір полициялар осы жақта кетіп қалуы мүмкін ғой. Міне мен өз үйіме де келіп қалдым. Енді қазір мына жаққа миньонның досын апаруым керекпін. Болмаса полициялар мені тағы да ұстап алуы мүмкін. Енді мен қалайда болмаса мына миньонның досын өзіне қайтарып беруім керекпін. Мына жерде өте қиын болды ғой. Мына машинаның бәрін атып тастады ғой. Мәссаған, сен досымды құтқардың ғой түрмеден. Сен кәдімгідей полициялардан қашады деп ойлағанмын. Сен мықты екенсің ғой, Франклин. Иә, мен мықтым, көрме, мына сен досыңды құтқардың. Осы ма сен досың? Иә, дәл солай. Сен 3 тапсырманың бәрін орындадың. Сен кәдімгідей бүкіл тапсырманың бәрін орындап тастадың. Енді сен бункерге кіре берсең болады. Бункердің есігін ашып кеттім. Енді сен бункердің ішіне кіріп алтындарын бәрін ала берсең болады. Ал мен болсам досыммен бірге мына халықтың көлігімен кетіп қалатын боламын. Ал онда болса давай бара бер. Мен болсам қазір мына бункердің ішіне кіріп, ішінде алтындар бар емес, соның бәрін қазір көретін боламын. Енді қазір мен бункердің ішіне кіріп керекпін, айтсам де. Мәссаған, мына бункердің есігі ма? Бункердің есігін ашып тастапты ғой шынымен де миньон. Мына миньонның мынандай порталы болады деп ойлап, мына шынымен де есік бар екен ғой. Енді қазір осы порталдың ішіне кірем. Ал ондай болса мен қазір порталдың ішіне кірем. Порталдың ішінде не бар екен? Ал кеттік. Ал мәссаған, мен порталдан өтіп кеттім ба? Мына жерде сонда мен бункердің ішіне кіріп кеткен сияқтымын. Базар жоқ, мына не деген дәу? Менің үйіме осыншама дәу бункер салып қойған ғой. Базар жоқ, мына миньон шынымен де өте бай сияқты. Себебі қараңда менің үйім астыма осыншама бункер салып қойған ғой. Мына жерде қаншама қару-жарақтар бар. Базар жоқ, енді бұл бункер менікі болады ғой. Ондай болатын болса мен қазір камералардың бәрін көріп өзіме мықты бункер жасап алатын боламын. Енді қазір мына жерде ақшаларын бәрін тауып аламын. Ақшалар қайда екен? Осы жақта көліктер бар деп еді, бірақ көлікті көріп тұрған жоқпын. Достар, қараңдар. Мәссаған, мынаның ішінде қаншама машиналар бар. Мына алтындар ма? Базар жоқ, мына жерде қаншама алтындар бар. Мынаның ішінде ақшалары толып тұр. Мына ящиктердің бәрінде ақшалар толып тұр. Мынаның ішінде $1 миллион бар шығар. Мына көліктерде өте мықты екен. Қараңдар достар, мынау миньонның көлігі ғой. Базар жоқ, мына көлік шынымен де өзінің ең мықты көлігі сияқты. Себебі қараңдар, мына сыртына миньонның суретін салып тастаған. Енді осы көлікпен мен шынымен де бай болатын боламын. Мәссаған, мына алтынды шығардым, әрине дегенде мынаны шығару өте қиын болды ғой. Енді мен қазір қалған алтындардың бәрін шығаратын боламын. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.